Тараз тұрғындары абақтыда жазасын өтеп жатқан жақындарымызға қысым көрсетуді тоқтатсын деген талап қойып, түрме алдына жиналды. Наразы топ темір тордағы ұрып-соғуға шыдамағандардың арасында өз-өзін өлтіруі жиілеп кетті деп жыларман. Данияр Әлімқұл тақырыпты толықтырады. Сіздерден өтінішім, бір шара қолданбасаңыздар, білмеймін не болады мына жерде. Бұл соққыға жығылдық деген сотталғандардың осыдан 2 ай бұрынғы жақындарына жолдаған бейне үндеуі болатын. Оннан аса жазасын өтеуші азаптауға шыдамай аштық жариялаған еді. Енді қорлық көрсету қайта басталды деген туыстары себепсіз соққыға жығуды тоқтатсын деп наразы. Пышақ тығып атқандар бар, жаңа шеге тығып алғандар бар. Одан кейін қасық жұтып қойып өздері қол жасап атқандар бар. ЖД 158-4 мекемесінің бастығы болса, туыстарының талаптары күн жаумай су болғанын кері дейді. Сондықтан сақшылар соққыға жыққан болса, құқықтық тұрғыда қудаланатынын айтады. Ал жыл басынан бері өз-өзіне қол салған 8 адам түрме қызметкерлерінің араша түсуімен аман қалыпты. Ешкімде қол жұмсап, или басқа мәселе әкімшілік қызметкен ешқандай қысым сотталғандар қазір уақытта жоқ. Бастықтың сөзінше, суицид жасауға баратындардың басым бөлігі түрме тәртібін елемегендер екен. Бағынуды талап етсек, өзімді өлтірем деп қорқытады дейді. Оның үстіне соңғы кезде сотталғандардың негізсіз әлеуметтік желіде шағымдану әдетке айналып барады деп қапалы. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.